Пайғамбардың жүрегін жару оқиғасы. Құрайыштардың дәстүрі бойынша бала босанған әйелдер Меккеден Тайыпқа келіп, уақытша бөпе асырап алатын. Күнкөріс үшін оларды емізетін. Сол жылы Тайыптан тағы да әйелдер келді. Әбдімүтәліп оларға: "Менің немеремді кім алады?" деді. Тайыптық әйелдер жетім баланы алғысы келмеді. Тек Халима есімді әйелдің ғана Мұхамбетке мейірімі ауды. Халима оны бауырына салып Тайыпқа қайтты. Бірақ оның түйесі көтеремеді. Мұхамбетті алып жолға шыққаннан бастап аруана түлей бастады. Еңсесін көтеріп, жүрісін жылдамдатты. Жарты күнде керуеннің алдына шықты. Тайыпқа жеткенде інгеннің желіні сүтке толды. Сол күннен бастап Халиманың отбасы қымыран шұбатқа қарық болды. Қанша сауса да сарқылмады. Ол артылған шұбатты саудаға шығарды. Тайыптың халқы балтадыған Халиманың ғана шұбатын таласа сатып алатын болды. Мұхамбетті емізгелі оның отбасына береке кіріп, дәулеті артты. Халимадан бөлек бір топ періште Мұхамбеттің қызметінде болды. Сәби жалаңаштанып қалса, ғайыптан жабылатын. Денесіне зәр тисе, періштелер сол заматта жуып тазартатын. Мұхамбет бітімі бөлек бала болды. 1 айда отырды, 2 айда еңбектеді, 3 айда тұруға талпынды, 4 айда тәй-тәй басты, 5 айда нық жүрді, 6 айда жүгірді, 7 айда тілі шықты, 8 айда сөйледі. Аузынан шыққан ең бірінші сөз бісмілда болды. 9 айда ат жалын тартып мінді. 10 айында тау-тасқа терең ақылмен назар салды. 11 айында Аллаға зікір айтты. 1 жасында Халима анасының қолғанатына айналды. Пайғамбар 3 жасқа толғанда Құранда Әләм нашырақ садырақ сүресінде сипатталған айрықша оқиға болды. Халиманың өзінен туған ересек 2 баласы бар еді. Олар күнде өріске шығып, мал бағатын. Bir күні бала пайғамбар сүт анасына келіп: "Мен де бұлармен бірге өріске барсам бола ма?" деді. 2 ағасы да қиыла өтініп тұрып алды. Бәрі жалынып қоймаған соң, Халима амалсыз келісті. Ересек ұлдарына: "Мұхамбетті көзден таса қылмаңдар, байқап ойнаңдар" деп ескертті. Өріске шыққан соң балалар малды жайып жіберіп, қол аспақ ойнап жүрді. Кенет аппақ киінген 2 адам көктен сап етіп түсе қалды. Бірінің қолында ақ күмістен құманы бар, бірінде зүбәржаттан легені бар еді. Олар аузы ашылып, қарап тұрған Мұхамбетті білегінен ұстап алды. Оны шалқасынан жатқызды да кеудесін ауыртпай жарды. Жұдырықтай жүрегін білдірмей суырып алды. Баланың жүрегі дүрсілдеп соғып тұрды. Тірі жүректі легендегі мөлдір сумен жуды. Сыртын шайып болған соң, жүректі жарды да ішінен түймедей қарағанды алды. Су құйып тұрған қасындағы серігіне қарап: "Мынау ғой сайтанның үлесі" деп салып алды да аулаққа лақтырып жіберді. Сосын жүректің барлық қабат қуысын айрықша ықыласпен шайып тазартты. Сонда олар: "Әй Мұхамбет, бұл шайтанның уәсуәстары. Біз оны алып тастадық. Енді малғұн саған ешқашан зиян келтіре алмайды" деді де саф жүректі орнына қайта салды. Кеудесін тігіп, көйлегін кигізді. Сосын заттарын жинады да көзден ғайып болды. Мына сұмдықты көріп тұрған ағалары үйіне қарай қаша жөнелді. Келе сала анасына: "Мұхаммед өліп қалды" деді дірілдеп. Анасы шошып кетіп: "Өлгені қалай? Кім өлтірді?" "Біз танымайтын бөтен кісілер келді де жүрегін жұлып алды. Ол қазір қайда?" деп Халима жан ұшыра шыңғырып жіберді. Бәрі өріске қарай сүріне қабына жүгіре жөнелді. Келсе Мұхамбет түрі бозарып жалғыз отыр. Халима келе сала баланың көйлегін көтеріп, кеудесін тексерді. Жүрек тұсында расымен де жаңа түскен тыртықтың ізі бар. "Саған не болды? Еш жерің ауырмай ма?" деді шешесі. "Жоқ, еш жерім ауырмайды" деп жауап берді. "Жүрегіңе не болды?" "Bir кісілер келді де жүрегімді мөлдір сумен жуып берді. Бойым жеңілдеп, көңілім шаттанып тұр. Бірақ қорқып кеттім" деді. Халима баланың амандығына шүкір етті. Ол ғайыптың ісін түсінбейтін әйел еді. Баланы аман сауында өз анасына тапсырып, міндетінен құтылайын деп ойлады.